Қазақ халық ертегісі күн астындағы күнікей қыз. Бұрынғы өткен заманда бір кемпір болыпты. Ол кемпірдің перзент дегенде жалғыз баласы бар екен. Мал дегенде 10 шақты ешкісі бар екен. Бала ешкілерін бағып жүреді. Бір күндерде ешкілерін далада жайып жүріп, бір топ киікті көреді. Оның ішінде бір алтын мүйізді киік жүреді. Бала бұл киіктерді күнде көріп жүріп, бір күні шешесіне келіп: далада бір топ киік көрдім. Ішінде алтын мүйізді бір шұбар киік бар. Осы шұбар киікті ұстап алып қанға тарту етсем, қан маған сыйлық берер ме екен дейді. Шешесі: ұстай алсаң, алып бар, қан сыйлық берер дейді. Бір күндері бала далада ешкілерін жайып жүріп, алтын мүйізді киікті тағы да көреді. Сол арада бала әлгі шұбар киікті ұстап алады. Қанға апармақшы болады. Қанға апара жатқанда, қанның үйінің жанында уәзір көреді де: мұныңды қанға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет дейді. Бала болса: жоқ, саған әкеле жатқан жоқпын, қанның өзіне апарамын деп уәзірге бермейді. Бала алтын мүйізді шұбар киікті қанға тарту етеді. Қан уәзірін шақырып алып, бұл баланың тартуына сыйлық беруге бола ма деп сұрайды. Сонда уәзір: жоқ, бұған сыйлық беруге болмайды. Бұл киіктің астына қоятын бір тақ болады. Оның 2 қанаты болады. Бірі алтын, бірі күміс. Бірі алтын суына малынған, бірі күміс суына малынған. Киік сол алтын тақтың үстінде тұрып ойнағанда, дүниенің қызығын көргендей боласыз. Сіздің салтанатыңыз сонда келіседі. Бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық беруге болады дейді. Сонда қан балаға: бұл киіктің астына қоятын тағы болады. Оның 2 жағында 2 қанаты болады. 2 қанатының бірі алтын, екіншісі күміс суына малынған. Соны тауып кел, сонда сыйлық беремін. Ал таба алмасаң, басыңды аламын дейді. Мұны бала естіп, жылап шешесіне келеді. Шешесі: балам, бұған бола жыламай-ақ қой, өзім іздеп тауып әкелемін дейді де жолға шығады. Бір жерлерге келсе, бір топ киік далада жайылып жүреді. Топ киіктің ар жағында жердің жарығын жамап отырған бір кемпірді көреді. Бұған келіп жұмысының мәнін айтады. Сонда жер жамап отырған кемпір: Мысыр шаһарының бер жағында бір шаһар бар. Киіктің тағын істесе, сонда істейді. Баланың қолына 1000 ділдә беріп, соған жібер дейді. Сонан баланың шешесі үйіне қайтып келіп, барлық дүние мүлкін беріп, ешкілерінің барлығында беріп, оның үстіне өзі неше жыл мал бағуға бір байға жалданып, баласына 1000 ділдә құрастырып береді. Бала 1000 ділдәні алып, киік астына қоятын тақты жасайтын Мысыр шаһарының жанындағы шеберге жүреді. Бірнеше күн жүріп, шеберге келеді. Бала шеберге келіп, осындай киік астына төсейтін тақты істеуге келгенін айтады. Сонда шебер: 1000 ділдә берсең, істей аламын дейді. Сонымен 1000 ділдәсін шеберге беріп, киік астына қоятын тақты істетіп алады. Бала үйіне қайтады. Келе жатса, жолында бір үлкен бәйтерек тұр екен. Оның түбіне келсе, 2 құдық бар екен. Біріншісінде алтын су, екіншісінде күміс су бар. Бала сол арада алып келе жатқан тақтың бір қанатын алтын құдыққа, екінші қанатын күміс құдыққа малып алады. Бала тақты алып үйіне келеді. Ертеңіне қанға алып барады. Айтқанындай тақты баяғы алтын мүйізді шұбар киіктің астына қойғанда, киік ойнап, сән салтанатын келтіріп тұрады. Қан уәзірін шақырып алып ақылдасады. Сонда уәзір: жоқ тақсыр, мұнысына да әлі сыйлық беруге болмайды. Енді жер астында өскен бір сұлу алтын ағаш бар. Соны әкеліп, сіздің есік алдына орнатса, сән салтанатыңыз мұнан әрі келісер еді. Бала соны тауып әкелсін, есік алдына орнатсын. Сол уақытта сыйлық беруге болады дейді. Сонда қан: сол жердің астында өскен алтын ағашты әкеліп, менің есігімнің алдына орнат, сонда сыйлық беремін дейді балаға. Бала тағы да алтын ағашты іздеп кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, бір жерлерге келсе, алдынан бір ақ сақалды шал шығады.
Бала өзінің іздеп келе жатқан жұмысының мән жайын әлгі шалға айтады. Ақ сақалды шал: осы бетіңмен жүре бер. Бір жерлерге барғанда биік тауларға кездесесің. Таудың бауырынан бір қоян қашар. Сен сол қоянды қуа бер. Ол қоян барып бір жердің үңгіріне кірер. Сонда ол сол жақтағы үңгірге кірер. Сен оң жақтағы үңгірге кір. Сонда 40 ұрыға кездесерсің. Олар сені өлтіреміздер. Сонда сен: мен әп-сәттің ішінде ет пісіре аламын де. Сол уақытта 40 ұры саған ет пісіртіп қарап тұрар. Сен етті қазанға салып, мына кездікпен түртіп қалсаң, ет өзінен өзі пісіп шығады деп балаға бір күміс сапты кездік береді. Сонымен бірнеше күнге дейін сонда ет пісіруші болып жүресің. 40 ұрық сені үңгірге тастап, өздері сыртқа шығады. Сол уақытта түкпірдегі бір сандыққа көзің түсер. Сол ақ сандықты ашсаң, ішінде бір көк сандық бар. Соны ашсаң, ішінде қағазға ораулы дәріні көресің. Сол дәріні ал да пісулі тұрған етке сал. Сол уақытта 40 ұры кезек-кезек келіп есік алдында өле береді. Содан кейін сол үңгірдің ішін аралап жүрсең, іздеген алтын ағашың сонда тұрар. Сен сол арада дәрет алып, 2 парыз намаз өте де, алтын ағаштың бұтағынан қолыңмен қысып ұстарсың. 2 қолыңнан ағаштың түпкі тамырын басып, 2 көзімді жұмсаң, сонда таң ата ханның есігінің алдында ағаш өзі келіп орнайды дейді. Бала шалдың айтуымен жүріп келе жатса, таудың үңгірінен бір қоян қашады. Бала қашқан қоянды қуа береді. Қоян бір жердің үңгіріне кіреді, бала да кіріп кетеді. Айтқандай үңгірде 2 тесік кездесіп, қоян сол жақтағы үңгірге, бала оң жақтағы үңгірге кіріп кетеді. Үңгірдің ішіне кіріп келсе, балаға 40 ұры кездеседі. Бұлар баланы өлтірмекші болады. Сол арада бала лезде ет пісіре алатынын айтады. Бала етті қазанға салып, баяғы шал берген кездікпен етті түртіп қалғанда, ет өзінен өзі пісіп болады. Мұнымен олар баланы өлтірмейтін болып, ет пісіруге қояды. Бала бірсыпыра уақыт сол 40 ұрыға ет пісіріп жүреді. Бір күндерде бала ұйықтап жатса, бүйірінен баяғы ақ сақалды шал түртіп: етке тойған соң ұмыттың ба дейді. Бала оянса түс екен. Сол арада ойлап тұрса, баяғы шалдың айтқандары есіне түседі. Жан-жағына қарайды. Шал айтқандай бір бұрышта ақ сандық тұр екен. Жалма-жан кілтті іздеп тауып алып, ақ сандықты ашса, ішінде көк сандық бар екен. Оның ішін қараса, қағазға ораулы дәріге көзі түседі. Бала дәріні алып, ұрылардың сыртқа шығуын аңдиды. Бір күндері 40 ұры үңгірінен сыртқа шығады. Бала жалма-жан етті пісіреді де, дәріні етке шашып жібереді. Сол арада 40 ұры бірінен соң бірі кезек-кезек есік алдына келіп, топырлап өле береді. Бала жан-жағына қарап, үңгірдің ішін еркінше аралап жүрсе, жер астында жалғыз өсіп тұрған ағашты көреді. Сол арада алтын ағашты қолымен мықтап ұстайды да, 2 аяғымен түпкі тамырын басып, 2 көзін жұмады. Бала көзін ашып қараса, таң сарғайып атқан алтын ағаштың қан есігінің алдында тұрғанын бірақ көреді. Таңертең хан уәзірлерімен алтын ағашты көреді. Бұрынғы ма, ханның салтанаты тіпті артып кетеді. Алтын қанатты тақтың үстінде алтын мүйізді шұбар киік ойнап тұрады. Мұны көріп хан балаға риза болып, сыйлық беруге уәзірлерін шақырып алып ақылдасады. Баланың бүйтіп бақыт артқанын көре алмай, уәзірлері күндейді. Сонда уәзірлері жиылып ақылдасады. Ханға айтып, бұл баланы тағы да келмейтін бір жерге жұмсайық. Күн астындағы күнекей қызды тапсын. Мұны болса да таба алмай өледі. Енді оны іздеп барушылардың өлмей қайтқаны жоқ. Баланы сонда жіберейік дейді. Хан уәзірлерімен ақылдасып, кәні балаға қандай сыйлық береміз дейді. Сонда баяғы уәзір тұрып, тақсыр, сіз өзіңіз болсаңыз қартайдыңыз, сізде перзент жоқ. Біздің ойымызша қартайған шағыңызда сізге серікке жарайтын күн астында күнекей деген қыз бар. Бұл бала сол қызды тауып әкелсін, сонда мықтап сыйлық беруіңізге болады дейді. Хан тағы да балаға, сол күн астындағы күнекей қызды тауып әкел, сыйлықты сонда берем дейді. Бала күнекей қызды іздеп кетеді. Бірнеше күн жүріп келе жатса, алдынан 2 алақанынан 2 тауды салып жүрген бір дәу кездеседі. Бала бұл дәуден жөн сұрайды. Сонда дәу,
күн астындағы күнекей сұлуды іздеп бара жатқан бала сен болсаң, мен жолдас болғалы жүрмін дейді бала. Сол бала мен болам дейді. Сонымен екеуі жолдас болып келе жатып, жер тыңдаушыға кез болады. Бұл да балаға жолдас болып ереді. Тағы да жүріп келе жатса, алдынан екі көлдің суын екі ұртына ұрттап жүрген бір дәу кез болады. Бала жөн сұрайды. Екі көлдің суын екі ұртына ұрттаушы күн астындағы күнекей қызды іздеп жүрген балаға жолдас болғалы жүрмін дейді. Сонда бала, ендеше мен сол боламын дейді. Сонымен бұл үшеуі қосылып, төртеуі жолдас болып жүре береді. Келе жатса, екі аяғына екі батпан тас байлап алған, ойдан қырдан жүгіріп жүрген желаяққа кез болады. Бала жөн сұрайды. Желаяқ, мен күн астындағы күнекей қызды іздеп бара жатқан балаға жолдас болғалы жүрмін дейді бала. Ендеше мен сол боламын дейді. Сонымен бесеуі жолдас болып жүріп келе жатса, бір шұқанақтан көп балалармен тырмысып шыға алмай жатқан бір құмырсқаны көреді. Бала құмырсқаны балалармен шұңқырдан шығарып жібереді. Сонда құмырсқа балаға риза болып, мені шұңқырдан шығарып жібердіңіздер. Осы жақсылықтарыңызды мен де алдарыңыздан тіріде бір келтірермін. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін. Керек болған кезде тұтатсаң, дайын боламын деп бір қанатын балаға жұлып береді. Бұлар күн астындағы күнекей қызды іздеп жүріп кетеді. Күн астындағы күнекей қыз от тауының ар жағында тұратын бір қанның қызы екен. Ол қанның бір үлкен көк төбеті бар екен. Сол ит күн астындағы күнекей қызға келе жатқан адам болса, соның дыбысын сезіп, 100 шақырым жерден алдынан шығады екен. Қандай батыр, мықты адамдар болса да, көк төбет ит барлығында жалғыз өзі қиратып салады екен. Қызды іздеп барған адам сау қайтпайтын болған екен. Мұны білген адамдар көк төбеттен қорқып, қызға бара алмайды екен. Баланың жолдастарымен келе жатқанын ит 100 шақырымнан біліп алдарынан шығады. Бір мезгілде көк төбет арсылдап, жер дүниенің шаңын боратып келе жатыр екен. Баяғы тау көтеретін дәу қолындағы бір тауын итке жіберіп қалғанда, төбет иттің төбесінен жай түскендей болып, ит таудың астында қалып, табанда сеспей қатады. Итті таумен бастырып өлтіріп тастап, бұлар тағы жүріп кетеді. Бір уақытта бұлар күн астындағы күнекей қыздың үйіне жетеді. Қан бұлардан жөн сұрайды. Сонда бұлар, осы жақтағы күн астындағы күнекей қызды іздеп келеміз. Іздеп келуші мына отырған бала. Біз жанына ерген жолдастарымыз дейді. Сонда қан, жолдарыңда бір көк төбет ит кездесті ме деп сұрайды бұлар. Жолда бір күшікке кездесіп едік, біздің лақтырған кесегіміздің астында үні өшіп, ол өліп қалды дейді. Қан бұлардың күшіне қайран қалып отырады. Қан ертеңіне ел жұртын жиып, балуан күрестіреді. Осы топта кімде-кім күресіп жығып, күші асса, қызымды соған берем дейді. Қанның елі жағынан бір өгіз палуан шығады. Бала жағынан екі қолына екі тау ұстап жүруші дәу шығады. Екі балуан күресіп, дәу жығып кетеді. Бірақ қан сөзінен танып, бұл жолы қызын бермейді. Енді жаяу бәйгеден осып келгенге берем дейді. Жаяу бәйгеге қанның елінен бір жүйрік мыстан кемпір шығады. Мыстан кемпір қолына екі шыны ұйқы дәрісін ұстап шығады да, жолда желаяққа ішкізіп ұйықтатады да, өзі жүгіріп кетеді. Бала тыңшыға, кім келе жатыр екен, соны тыңдашы дейді. Тыңшы тұра қалып тыңдап, кемпірдің дыбысы білінеді, желаяқтың дыбысы білінбейді дейді. Бала сол арада баяғы қолындағы кездікті ұстап еді, ұйықтап жатқан желаяққа дыбыс беріп оянады. Сол арада жалма-жан жүгіріп отырып кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақ алады да, кемпірдің алдынан өте беріп, топырақты көзіне шашып жібереді. Кемпір көзін уқалап, аша алмай жатқанда желаяқ озып келеді. Қан сонда да қызын бермейді. Қызын жасырып тығып қояды да, кімде-кім қызымның қай жерде екенін тапса, соған берем дейді. Бір мезгілде тыңшы тыңдап жүрсе, қан қызын жер астындағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол үйде кесте тігіп отырып, қолындағы инесін жерге түсіріп алады. Тыңшы тыңдап біліп тауып алады. Қан бұларды темірден салынған қонақ үйге жатқызады. Қонақтар жатқан үйді сыртынан өртейді. Бұлар түн ортасында оянып кетсе, үй өртеніп бара жатыр екен. Бәрі де сасады. Сол жерде көл ұрттаушы дәу ұртындағы бір көлдің суын бүркіп жіберіп өртті сөндіреді. Бұлар тып-тыныш ұйқыда жата береді. Қан бұларды өлді деп, күлін қарайын деп келсе, бәрі де тып-тыныш ұйықтап жатыр екен.
қан тағы да ойлап бір амал табады. Ертеңіне 40 қыз бен қызымды қатар тұрғызам. Солардың ішінен танып алғанға қызымды берем дейді. Ертеңіне 40 қызды бір түсті киіндіріп қатарлап қояды. Қараса бәрінің киген киімінің түсі бір, ешкім таба алмайды. Бала сол уақытта баяғы құмырсқаның қанатын тұтатып жібергенде, құмырсқа келіп 40 қыздың ішіндегі күн астындағы күнекей қыздың алдынан шығады. Бала күн астындағы күнекей қызды таниды. Сонымен қанның басқа істейтін амалы болмайды. Қан амалы таусылып, ақыры күн астындағы күнекей қызды балаға береді. Күн астындағы күнекей қызды алып, бұлар еліне қайтады. Баяғы ерген жолдастары баламен қоштасып, жолда қалып отырады. Бір жерлерге келгенде тыңшы қалады. Тағы бір тауға келгенде баяғы дәу тау көтеруші қалады. Бір көлдің жанына келгенде баяғы екі көлдің суын ұрттаушы қалады. Бір жерлерге келгенде жел аяқ қалады. Бала келе жатып, өзінің басынан кешірген оқиғаларын қызға түгелінен баян етіп, оны қанға апаратынын айтады. Қыз оқымысты, сиқыршы екен. Баланың ерлігіне сүйсініп, әбден баланы жақсы көріп қалады. Бір сыпыра жерге келген соң қыз қанның еліне жетуге қанша күн қалды деп сұрайды. Бала 2 күншілік жер қалды дейді. Сонда қыз айтады: сен озып қанға бар, менің алдымнан шықсын. Ең алдымен қан, оның соңынан 40 уәзір жүрсін, ең артында өзің жүр дейді. Бала қанға барып, қыздың алдынан шығарады. Қыз келе жатқан қанды қасқыр, уәзірлерді түлкі қылып жібереді. Олар бірін-бірін қуып кетеді. Сонымен күн астындағы күнекей қызды бала алып, екеуі той жасап қосылады. Ел жұрты баланың ерлігіне риза болып, оны қан сайлайды. Сөйтіп олар мұрат мақсатына жетеді.